Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағы да пайдалы подкаст арнасында жүздесіп отырмыз. Және бүгінгі біздің кезекті шығарылымымыздың қонағы Әләкбарова Бибінұр қызымыз қайта келіп отыр. Бұл келгендегі мақсаты енді бұл кездегі киш туралы аңыз деген шығарма бойынша өткізген байқаудың жеңімпазы ретінде бүгін шақырылып отыр қонақ ретінде. Бибінұр, жалпы біздің арнамызға тағы да бір рет қош келдің. Бүгінгі сұхбатымыз жақсы өрбиді деген үміттеміз. Ал бірінші сұрағымыз, жалпы киш туралы байқау бұл ағылшын тілі апталығының негізінде жоспарланған байқаулардың бірі болатын. Сондықтан осы байқаудағы ең алғашқы сайысқа қатысудағы мақсат қалай болды? Негізгі сол ойларыңмен бөлісе кетсең. Негізі мектепте осы 11 жыл бойына ағылшын апталықтары өте керемет деңгейде өтеді. Мен оны білем. Және де осы жылы 11 сынып болсам да, яғни қолымызда a lot on our plate болса да, осы жарысты естіп, Reading for Pleasure деген аты өзі қызық естілді. Содан кейін Just for Luxury тіркеле салдым. Жаңағыдай негізі басында мәтін берілген кезде де текст беріліп, осындай деп барлығы информацияларды беріп жатқан кезде де бүйтіп қатты қызығып қараған жоқпын да. И келесі сайысқа 2 күн немесе 1 күн қалған кезде даже түнде бірде мен оқып бітіріп салған болатынмын жаңағы шығарманы. Себебі ол қызықты болғанына байланысты болды. Вот сол мақсатым, жай ғана тіркеле салдым негізі. Негізінде о баста жеңімпаз атану деген мақсат болмаған деген тұр ғой. Ондай болған жоқ. Жалпы біріншіден жаңағы осы байқауға қатысып, жалпы біз кез келген сайыс болсын, байқау болсын, былайша айтқан кезде бір көшбасшы лидерлердің қатысуы ол сол байқаудың деңгейін көтереді да. Сол деңгейін көтеріп бізге қатысқан үшін тағы да бір алғысымызды білдіреміз. Енді жалпы 30 сұрақ қойылған болатын тестте. Осы 30 сұрақтың 27-сіне дәл жауап беріпсің. Және артындағы қалған кейінгі келгендер уже 3-4 кейін қалып кеткенін көруге болады. Значит, бұл уже сенімділігі жоғары болды деген сөз ғой. Бірақ қандай сұрақтар қиыншылық тудырды? Осы жөнінде қысқаша тоқтала кетсек. Сол қалып кеткен 3 сұрақ негізі былай оларға өзім сенімсіз болдым, дұрыс жауап бермедім-ау дегендей болдым, бірақ амал жоғына сол үшеуіне дұрыс бір вариантты белгілеу керек қой енді. Бірінші сұрақ есіме түссе, жаңағы киштің қасиеттеріне байланысты болған. Яғни сол қасиеттер киштің бойында бар емес қасиетті белгіле деген вариантқа мен wise деген вариантты белгілеп қойдым, ал негізінде timid дейтін. Яғни сол сөздердің мағынасын немесе ашып түсінбегеннен, немесе мәтінді дұрыс оқымағаннан болды деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ есімде, жаңағыдай ол шығармада аюды өлтіреді киш. Сол аюлардың ана аюды өлтірудің кәдімгі поляр аюын өлтіруден қандай қиындылығы бар деген сияқты, қанша есе қиыншылығы бар деген сұрақ болды. Мен сол сұрақты енді ана жерде тұр, 9 times dangerous, 3 times dangerous, or 100 times dangerous деп тұр да. Соны тұрам мен 100 деп ойлаймын, себебі қазақтар сөз бар ғой, жаңағыдай 100 есе деген сияқты. Бір нәрсені асыра сілтеп айтады ғой 100 есе деп. Солай деп ойлағам, ал негізінде 9 есе екен, 9 times more dangerous деген. Сол 2 сұрақ есімде, қиын болған солар болды. Жақсы, керемет екен. Ал енді жалпы неге көшетін болсақ, жаңағы шығарманың өзіне көшетін болсақ, жалпы кейіпкердегі, яғни басты кейіпкер бұл жас киш деген бала болады. Яғни ол жалпы жетім қалып кетіп, әкесінің өлгеннен кейінгі басынан кешкен жағдайларға наразылық танытып, өзінің сол жерде былайша айтқан кезде жауапкершілікті алып, жалпы ауылда әділеттік орнату үшін жалпы аңға шығады. Енді осы киш туралы тоқталатын болсақ, киштің, яғни басқа аңшылардан қандай ерекше қасиеттері болды? Өз шығармада басында басталған, жаңағыдай кишті ауыл ақсақалы өзінің балаларына, немерелеріне әңгімелеп отырғаннан да көруге болады, ол аңыз адам екенін. Не үшін аңыз адам болып қалды? Ол себебі оның әкесі қайтыс болғаннан соң құрылтайда да, жиналыстарда да қалған аңшылардың кәдімгі жағдайда да ауылда жасап жүрген іс-әрекеттер, мінез-құлықтарын байқауға болады, мәтінде де әдемі айтылған. Басқа аңшылар өздерінің сараңдығымен
және де жаңағы киштің әкесі қандай жақсы адам болса, еліне жаңағыдай жақсылығы сіңген кісі бола тұра, сол қайтыс болғаннан соң өзінің артынан қалған баласы мен әйеліне бүйтіп құрмет көрсетпеген. Сондай әділетсіз болғандықтан киштің өзінің бойындағы қасиеттерін асыра сілтеп айтқанын айта алмаймыз. Себебі жаңағыдай кәдімгі аңшылардан киштің өзінің бойындағы қасиеті, әкесінен дарыған қасиеті, әділдігі, шыншылдығы және де жауапкершілікті мойнына артуы, анасына көмек беруі, сондай ниетінің барлығы оны ерекше етіп тұрады шығармада да. Жалпы осы қасиеттер кез келген адам бойында болу керек қасиеттер ғой негізі. Ал енді киштің соншалықты өзінің жас ерекшелігіне қарамай, сонша жаңа құрылтайда яғни батыл сөйлеуіне не себеп болды деп ойлайсың? Не түрткі болды жалпы айтқан кезде батыл сөйлеу үшін? Ол шығармада да айтылады негізі. Мен ойлаймын, киштің қайтыс болған әкесі және де жаңағы халықтың сол құрылтайдың өзінде анасына және де өзіне жасап жатқан құрметсіздігі және де әкесінің атының сол қайтыс болғаннан кейін өшіп кете салуы жаңағыдай киштің ішіндегі намыс отын оятты деп ойлаймын. Сол себепті де жаңағы халыққа өзінің бір жағынан ренішін сол өзінің батыл сөзі арқылы айта алды деп ойлаймын. Сол себепті. Керемет. Жалпы әкесінің бар кезіндегі жаңағы әкесінің көз көргендерінің оған деген құрметі ерекше болды да, әкесі кеткеннен кейін оларды көзге ілінбей қалып кетті ғой. Осының барлығы оның ішкі жан дүниесінде біраз қарама қайшылық нәрселер туғызды ғой. Сонда әкем кетсе болды деген сияқты. Жақсы, керемет. Енді бұл кишті біз енді тек қана жаңағыдай батыл болмаса ақылды кейіпкер ретінде емес, сонымен бірге оның біз көшбасшылық қасиетін де байқадық. Осы көшбасшылық қасиеттерін туралы не айтуға болады? Қай жерде оның көшбасшылық қасиеттерін көруге болады болмаса оқиғада? Осы жөнінде қысқаша. Көшбасшылық қасиеті сол алғашқы өзінің қатысқан, өзінің құрметсіздігін бір көрген құрылтайда көруге болады. Себебі ол тұрып сөйлеген кезде халықтың тынышталып қалуы, немесе басқалар қарсы сөз айтып жатқан кезде, өзіне егде жастағы адамдар сөз айтып жатқан кезде қолын көтеріп ақ олардың сөзін тоқтата алғаны, оның өзі жаңағыдай көшбасшылық қасиеті әкесіне сіңген немесе өзінің бойында бар екенін көре аламыз. Одан кейін ешкімге айтусыз 2-3 күн жорыққа барып, аңшылыққа барып, аңдарын жаңағыдай 3 аюды өлтіріп келуінің өзі бір және де сол аюды аулап, біреуін алып келіп, қалғандарын алып келу үшін басқа аңшыларды жаңағыдай жұмсап айтуының өзі, бұйыруының өзі бұл көшбасшылық қасиетін көрсетуге болады. Керемет. Яғни саналарыңды алып келіңдер деп, яғни өзінің яғни көшбасшылық қасиеттерін көрсетуге өте жақсы айтып өттің. Ал енді жалпы мынау қоғам деген мәселеде, яғни біз көп жағдайда әділдік деген принциптен айныған кезде қоғамда біраз қарама қайшылықтар пайда болады. Осы киштің шығармасында да осы негізгі тақырып, менің ойымша автор осы әділдікті арқау етуге тырысқан деп ойлаймын. Осы әділдік ауыл өміріне қалай өзгертті? Оның киштің әділдігі ауыл өміріне қандай өзгеріс алып келді? Шығармада өзі киштің басты мақсаты айтылады. Егер жаңағыдай мен сендердің орындарында болсам, немесе жаңағыдай киштің өзі сөйлейді ғой, құрылтайда тұрып, мен аңшы болатын болсам, ертең ақ көресіңдер, мен біздің жағдайымызда тұрған жетімдер де, жесірлер де, қарт кісілер де, немесе жас балаларға да жаңағы еттің жұмсағын беретін болған барлығы әділ болады деп айтты ғой. Дәл сол киштің әділдігінің арқасында, осындай әділеттілікке жеткеннің арқасында сол ауылда ешқандай сондай теңсіздік деген проблема жоғалады деп ойладым мен. Сондай бір пайдасы болды, адамдардың барлығы тең деңгейде көрілетін болды. Яғни қарттар деген олар жаңағыдай сіңір нелерді жей алмайды ғой. Именно бұл жаңағы өздеріне жаңағы менсінбей сондай нәрсе түскеннен кейін, ол басынан өткеннен кейін соның бәрін өз бойынан өткізгеннен кейін сезініп айтып отыр ғой. Сол яғни үйіндегі ауру анасына жаңағыдай берілген еттердің өңшең сүйек саяқтарын бергені, осының барлығы яғни әділетсіздіктің болып жатқаны, оған бейжай қарамай сол әділетсіздікті орнату үшін
жасына қарамай, яғни бұл күрескерлікке шықты, иә. Ал керісінше, яғни әділетсіздік болып жатқан кездегі ауылдың берекесі болмады ғой. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар да, мынау Виктор Франклдың логотерапиясында, жалпы концлагерьге түсіп қалған кезде осы Виктор Франклды өмірге құштар қылып тұрған не нәрсе дегенде, сол жерде бір нәрсе құштар қылып тұрды дейді ғой мені. Сол жердегі аспаздың тамақ құйып беріп жатқан кезде теріс қарап құйып береді дейді да. Себебі оң қарап құйып берсе, уже өзінің танысында ол жаңағыдай құйып жатқан кезде тамақты, яғни қоюынан болмаса етін салып жіберу ықтималдығынан қашып, яғни сол әділдік принципін ұстанып теріс қарап табақтар тарататын болған дейді да. Сол әділдігі дейді да бізді өмірге құштар ұстап тұрған дейді да. Егер әділдік жоқ болатын болса, адамдардың қоғамда өмірге деген құштарлығы да жойылып кететінін осы шығармада да жақсы айтып өткенін көруге болады. Яғни осы проблемаларды шешуге. Сондықтан біз әрдайым қоғамда әділ болуға тырысу керек екенбіз. Енді келесі неге өтсек, сұраққа, жалпы Киш бұл аю аулаудың былайша айтқан кезде мастеріне айналды ғой, шеберіне айналды. Осы жайында қоғамда олардың арасында біраз пікірлер болды. Бұл жап-жас бала қалай аюды аулап жүр деген сияқты. Осы жөнінде не айтуға болады? Оның айлалығын қаншалықты айтуға болады, болмаса дейді. Осының айлалығы қандай айла қолданды? Оқымаған көрермендерге түсінікті болу үшін сол жерге сәл біраз тоқталатын болсақ. Негізінен былай қарасақ, сол Киштің аңшылық өнеріне қулығына дейін ауылда жаңағы әкесінің өзі сол бір себептен, сол проблемадан қайтыс болды ғой. Ал аюлармен бетпе-бет күресіп, жаңағыдай өздеріне харм дейді ғой, бір dangerous жолмен, қауіпті жолмен күресіп келген болатын, жаңағыдай солай аң аулап келген болатын. Ал Киштің бұл жерде қулығы, мен негізі кітапты оқып жатқан кезде мен де жаңағыдай адамдардың, жаңағы тұрғындарда, аңшыларда қызықты ғой, енді бұл сиқырлық па не деп. Мен де өзім жаңағыдай оқырман ретінде өзім қызығып кеттім, қандай жол қолданып жатыр деген сияқты болып. Сосын оқыған кезде бір кәдімгідей бір impressed me, it's really әсер беріп жіберді. Оның қолданған жолы бір қулық болды. Итбалықтың мұрты бар ғой, ине сияқты үшкір болады екен. Және де оны домалақтап қолына бүйтіп ашып жүрген кезде қайтадан сол қалпына жаңағыдай сым темір сияқты қатты сынбай қалпына келіп қалған, яғни үшкір болып тығылатындай болып қылқан сияқты болып тұр да, бірақ одан да қатты. Және соны бір майды ертіп дейді, солай еді ау деймін. Майды ертіп жаңағыдай сыртына орап домалақтап, яғни жейтін қалыпқа келтіріп, жаңа аюларды алдау үшін жейтін қалыпқа келтіріп қатырып, өзіне дұрбасын сабалады. Баратты, кез келген аюды барып алып жаңағыдай лақтырып берген кезде ананы жейтін зат, яғни майдың несі болған екенін жейтін зат деп ойлайды ғой аюларды. Барып соны жеген соң, жаңа ішіне барып жаңағы май тез еріп, ішінде қалған қылқан, мұртының қылқаны тезірек жаңағыдай өзінің қалпына келіп қалады да, ішіне қылқанып ерген екен, ішіне қылқанып Киш өзінің мақсатына жетеді. Солай барып ауылының барлығын етпен қамтамасыз етеді. Асқазан тесілгеннен кейін ол аюлар біраз дөңбекшиді, одан кейін ары қарай жан тапсырып, қиналып жатқан кезде Киш барып оны жаңа майзамен түйреп өлтіріп, ары қарай өзінің жаңағы ісіне кіріседі. Жақсы, яғни бұл жерде адамның интеллектуал қабілеті дейміз ба, қалай айтамыз, ақылы былайша айтқан кезде қол күшіне қарағанда әлдеқайда көбірек пайда келтіретінін айтқысы келіп отыр деп ойлаймын мен бұл шығарма арқылы. Яғни ақылмен біз күшпен қарағанда көбірек. Ол осы нәрсені енді біздің өмірге алып келетін болсақ, біздің өмірімізде мысалға қазір ақыл мен күштің арасындағы салыстыруды алып келетін болсақ, яғни қай жерлерден көруге болады, болмаса қай саладан өзің байқадың? Негізі бұл күштің ақылдан қарағанда төмен дәрежеде екенін біз өзіміздің қазақтың мақалында айтады ғой. Білімді? Білімді бірді жығады. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген мақалымызға сай келіп тұр ғой. Негізі бұл мақалды өзімнің оқып жатқан саламнан да көруге болады, дипломатия, халықаралық қатынастардан да көруге болады. Яғни ешқандай соғыссыз баяғыдағыдай найзамен, қылышпен, бір автоматпен жүгірудің
жүгіруден гөрі жаңағыдай дипломатиялық сөзбен ақылмен шешетін сондай замандамыз ғой қазір. Кез келген салада да қазірде біліммен жарысатын замандамыз. Ешқандай білекпен емес, осы дипломатиялық қарым-қатынастардың арқасында да жаңағыдай елдер мен елдердің бір-бірімен жақсы келіссөздер жүргізудің, ақылмен жаңағыдай кәдімгі стратегиялық пландармен жүрудің арқасында біз кәдімгідей бейбіт, жақсы өмірде дамыған мемлекеттердің арасында жүре аламыз, сондай өмір сүре аламыз. Жалпы дипломатия деген бұл өте ақылды қажет ететін мамандық болып тұр ғой, сондықтан ол дипломат болу оңай емес екенін көруге болады. Ал ол бірақ біз үшін өмірімізде үлкен жеңістерге алып келетінін айтуға болады екен, иә. Ал енді жалпы ол осы әңгіме жайында енді өзіңнің жеке көзқарастарыңа көшетін болсақ, маған бұл яғни әңгіме қаншалықты әсер етті, қандай ойлар саған алып келді, жаңа ойлар? Негізі бұл шығарма өте жаңағыдай тұңғиық ойға апарып тастайтындай бір шығарма болды. Себебі оқырманды тек қана 2 абзац дейін ба, немесе 1 абзацтан баурап алатын шығарма екен. Кәдімгідей ырза болдым. Ең бастысы жаңағыдай баланың кішкентай болғанына қарамастан ақылының жоғары деңгейде болуы, IQ-ның де, жаңағыдай көшбасшылық қасиетінің де. Яғни бұған қарап айта аламыз, ақыл жастан асыл тастан деп айтуға болады. Себебі кішкентай деп менсінбей емес, оның жаңағыдай ақылына, көшбасшылық қасиетіне, жақсы жақтарына және де қоғамды жақсы жаққа итермелей алатын өзінің жаңағыдай қасиеттеріне қарап адамды бағалауға болады. Түріне емес, жаңағыдай ішіндегі өзінің адами қасиеттеріне қарап адамды бағалау деген ойға көштім. Және де бұл шығармада түсінгенім, сол әділдіктің осы қоғамда тек қана бір адам арқылы ғана, яғни бір өзі ғана бір нәрсені өзгерте алмайды деген теорияға қарсы шыға алатынымды дәлелдедім. Себебі жаңағыдай тек қана кештің әділдігі осыншама ауылдың және де аңшылардың жаңағыдай күмәнін сейілтіп, жаңағыдай қулығының арқасында дұрыс жолды, жаңағыдай IQ-ның ақылын істете алғанның арқасында осы бүтін бір ауылды итпен қамтамасыз етіп, жақсы жаққа, жаңағыдай әділдікке, әділ бір бай қоғамға, елге айналдырғанын көруге болады. Және де осы бір керемет, осы жаңағыдай кеш сияқты өзің бір дана болсаң да жақсы, әділ бола білсең, осы өзің қоғамыңды, мемлекетіңді өзгерте алатынына сенімділігімді арттырды. Керемет жауап болды бұл. Жалпы енді кештің кейін жаңағы сол жердің көсемі өлгеннен кейін халықтың оны, яғни сол жердің көсемі деп сайлап, ұзақ жылдар бойы ақырында осы жақсы халқы өмір сүрді деген ақырында осы эпизодпен аяқталады ғой жалпы, иә. Сондықтан яғни бұл әділдік деген бұл кез келген кезде яғни өзгермейтін, былайша айтқанда модадан қалмайтын принцип екенін айтқысы келіп тұр деп ойлаймыз. Яғни жалпы бүгінгі сұхбатымыз не дейді, өз мәресіне жетіп те қалды деп айтсақ болады. Жалпы осы жерде маған Ганди деген айтқан бір есіме түсіп отыр. Жалпы бұл қажеттілік дейді да, ең үлкен адамның мотивациясы сол дейді да. Үшін адамға бір қажеттілік болатын болса, соны істеу үшін ол ең үлкен мотивация сол қажеттілік тудырып берсек болды екен. Ары қарай ол адамның қалай істеу керек, не істеу керек, өзі істеп кете беретін жағдай болады. Яғни бұл жерде яғни кештің яғни қажеттілігі, яғни халқына әділдік орнату болды. Яғни ол осы қажеттілігі арқылы ол сонша айла тауып құдай болған, былайша айтқан кезде, былайша айтқанда жар болды деп айтамыз ғой. Құдай жәрдем беріп ақырында абыроймен, яғни сол елде аңыз болып қалғанын көрдік. Жақсы, керемет. Бүгінгі Бибінұрға осы кеш туралы ойымен, шығармамен келіп өзінің әсерімен бөліскеніне үлкен алғысымызды білдіреміз. Өткенде бір алдыңғы подкастқа келген кезде айтып едік, біз бұл бір рет келмейсің, құдай қаласа бірнеше рет көреміз деп. Міне осы сөзімізді Құдай аузымызға салды ма әйтеуір. Бүгін тағы да жүздесіп подкастта сұхбат құрғанымызға қуаныштымыз. Енді бізде жаңағы тағы бір Айдар бар еді, егер нақты сұрақ болатын болса, жүргізушіге сұрақ деген. Негізі былай сұрақтарым жоқ, бірақ тек қана мәтін бойынша емес, осы өмір бойынша да әділдікке байланысты сұрақ қойсам. Әділдік негізі мектептен басталады.
жаңағыдай барлық тәлім тәрбие мектептен басталады. Сол әділдікті балалардың миына осы мектеп арқылы қалай сіңдіруге болады? Білім жүйесіне қалай сіңіруге болады деп Иә. тұрсыз ғой. Жалпы әділдік деген принципті біз бірінші оның не екенін түсіндіру үшін әрекет жасау керекпіз. Енді бала кезде байқайтын болсақ, бастауыш сыныптан келген кезде менің ойымша осы әділдікті сипаттайтын көп қазақтың аңыз ертегілері бар ғой. Сол аңыз ертегілерін баланың бойына құйып, болмаса осы аңыз ертегілері туралы көбірек жарыстар ұйымдастыра беретін болсақ, ол ананы оқыған екен, ол бойында ол өзі сол әділдікті өзі тани алатын қабілетті оята алатын болсақ, онда біз осы әділдікті баланың бойына сіңірген болып есептейміз. Отбасында да осы, яғни бала кезден, жас кезінде ертегі жырларды көбірек оқытатын болсақ, одан кейін бері қарай келіп мына батырлар жырындағы негізгі принциптер, одан кейін уже мына үлкен мәселелердегі кітаптарды оқитын болса, осы әділдікті орнатуға болады. Енді бір жолы, яғни осы кітап арқылы аңыз жырларды көбірек баланың құлағына сіңіру арқылы деп есептеймін. Енді әрине одан кейін бізде білім жүйесі болғаннан кейін, мұғалім сол жерде көшбасшы болғаннан кейін, сол жерде мұғалімнің өзінде де сол әділдік принципті бойында болу керек. Егер біз өзімізден бала әділдікті көрмей тұратын болса, одан біз талап етуіміз мысалы артық болады. Сондықтан қоғамда кез келген жерде өзімді бірінші әділді болуға тырысу керекпіз. Оларға біз әділдіктің былайша айтқан кезде маңыздылығын түсіндіре алсақ, жеткізе алсақ, көрсете алсақ, үлгі болып, осы принциптермен біз баланың бойына сіңіреміз. Енді мен түсінгенім, мен көзімнің алдына қазір келген, ойыма келген мәселе әзірше осы болып тұр. Так, сұрағыңызға қанағаттанар жауап бердім деп ойлаймын. Иә. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыз да өз мәресіне жетіп қалды. Бізбен бірге болып тамашалап, ұнаса өз коммент лайктарыңызды қалдыруларыңызды сұранамыз. Себебі біздің каналымыз әлі даму үстінде. Осының дамуына үлес қосыңыздар, таратыңыздар, бөлісіңіздер. Және де біздің пайдалы подкастта сіздерге пайда келтірген болсақ, біз өз мақсатымызға жеттік деп есептейміз. Келесі сұхбатта арнада жүздескенше, қош сау саламатта болыңыздар.